медитация жасайды, спортпен айналысады, билейді, тағы не, намаз оқиды. Оның барлығы сыртқы құралдар. Сыртқы құралмен жүрген адам, ол балдақпен жүрген адаммен бірдей. Сіз ол медитациясыз, сіз ол бисіз, сіз ол әнсіз, сіз кішкентай жаныңыздың тыныштығы кетіп қалады. Жанның тыныштығы қашан орнайды деген сұрақ туады енді. Жанның тыныштығына не әсер береді? Кім әсерін беріп тұруға? Жанымыздың тыныштығына тікелей әсерін беріп тұрған ол біздің түйсіктегі программа, бағдарламаларымыз. Сіздің бойыңызда қорқыныш болатын болса, қорқыныш. Сіз бір нәрседен қорқасыз. Балаңыз бір жерге кетіп қалса, сіз алаңдап отырасыз. Қорқып. Ол қорқыныш нені тудырады? Адамның ішіндегі тыныштығын, жанын бұзады. Солай ма? Ол қайдан келіп тұр? Ол түйсіктен келіп тұр. Ал түйсікте жатқан ол қайдан келді? Қашан кірді? Оның неге келді саған? Менің айналысып жүргенім сол түйсіктің ішіндегі бағдарламалармен жұмыс істеу. Оның түп тамырын табу.